үйдің іші бомба болып жатыр ма қыздар? Менде де осындай жағдай болып жатыр. Өзім бір қыздың анасымын, декретте отырмын. Бір бала болса да осындай шашылып жатқан жағдайым бар енді. Және де менде де бір күнделікті тірлік: таңертеңгісін тұру, ыдыс-аяқ, балаң, чай, түскі ас, ыдыс-аяқ, кешкі ас, ыдыс-аяқ, балаң. Сонымен сөйтіп күнделікті күнім өтіп жатқан жағдай бар. Егер сендерде де сондай жағдай болып жатса, маған тіркеліп лайк баса кетіңіздер, және де комментария жаза кетіңіздер. Сіздерге де мотивация болсын деген оймен, және де өзіме де мотивация болсын деген оймен осылай видео түсіріп жүрген жайым бар. Қыздар, сіздер де қолдай кетсеңіздер.